Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Мен бүгін сіздерге 2013 жылы шыққан ужасы ғылыми фантастика жанрындағы Патрик фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші, бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс, ал біз үшін үлкен қолдау. Ендеше кеттік. Жас бой жеткен Кети дәрігер Рашеттің жеке клиникасына бара жатыр. Медбике ретінде жұмысқа тұру үшін мекемеде алдан бір медбике жынды пациенттің қолынан қайтыс болып жанжал шыққан болатын. Әңгімелесу барысында бас медбике барынша қызға бұл жұмыс оған арналмағанын көрсетуге тырысуда. Осы кезде араласқан дәрігер Раже қызды жұмысқа қабылдауды тапсырады. Бақытты Кети осылай өз жұмысына кіріседі. Мекеме бұрынғы монастыр орнында орналасқан. Жас медбике Уильямс Мейтреннің дәрігер Раженің қызы екенін айтады. Сонымен қатар бұл клиникаға достары мен таныстары ұмытқысы келетін пациенттер түсетін туралы жергілікті қауесетпен бөліседі. Мейтрен ханым Кетиді өзіне шақырғанда ішіне кірген Кети алдында жатқан жас жігітті көреді. Ол жігітте дистрофия мен ұзақ жан сақтау бөлмесінде жатқанынан ешқандай өзгеріс болмағанына таңдануда. Қайта оралған Уильямс бұның Патрик екенін, дәрігердің аса маңызды жобасы екенін айтады. Кешке таман қыздар алыс емес жердегі барға аттанады. Бұл жерде Кети дәрігер Брайанмен танысады. Келесі ауысымдарында бір пациенттері мерт болып, қыздар оны моргқа апаруына тура келеді. Лифтінің ішінде қыз жамылғының ішінен қандайда бір жыбырлауды байқайды. Енді жақындай бергенде Кетидің мойнынан ұстап алып тұншықтыра бастайды. Әрең дегенде оның қолынан сытылып дәрігер Рашеге оның мүлдем өлмегенін хабарлайды. Дәрігер болса оны зертханаға апаруды тапсырады. Кейін Патрикке көмектесуді өтініп, оның денесіне қандайда бір препарат салып өлшеуді өткізеді. Жігітті медбикеге қалдырып, өзі палатадан шығып кетеді. Уильямс Кетиге Брайан саған қызығушылық танытып, маған кездесу ұйымдастырып берші деп өтінді дейді. Осының бәрін олар коматоздық Патрикке қарап талқылауда. Кенеттен Кети мен біртүрлі заттар орын ала бастайды. Кезекті ауысымда болған аурулардың бірі оянғандай көрінеді. Ал тіпті ыдыстан қорқынышты адамның бейнесін көреді. Кешке таман оған дәрігер Брайан келеді, бірақ еркектің қолы оны тыңдауды қойып бокалды сындырып қолын жарақаттап алады. Түнге таман қызға Патриктің қатысуымен неше түрлі қорқынышты түстер кіріп шығады. Кезекті қаралымнан кейін дәрігер Кетиге жігітті қарауды тапсырады. Қызығы Кети әртисуінен жігіттің сезіп жатқанын байқайды. Тіпті түкірік арқылы сөйлесе алады екен. Бұны көріп қалған бас медбике бұл туралы жағашпауды және ауру адамдар туралы иллюзияда жүрудің қажеті жоқ екенін айтады. Бірақ дәрігер Раже не болғанын көрсетпеуде. Алайда олар палатаға келгенде Патрик ешқандай белгі бермейді. Бірнеше күннен кейін дәрігер ақпараттарды компьютерге енгізуді тапсырады. Қыз Патрикпен тағы да жалғыз қалғанда жігіт өзінің тыңдайтынын білдіреді. Не үшін дәрігерге көрсетпегеннің жауабы компьютердің мониторында. Патрик бұны құпияда болғанын қалайды. Келесі сценада Кети дәрігерге Патрикке эксперимент өткізіп жатқан жерінен ұстап алады. Қыз дәрігердің ісіне разы емес. Өйткені эксперимент өткізу үшін пациенттің өзіне не оның туған туыстарының рұқсаты керек. Өз орныңды біл деген дәрігер кетіп қалады. Кешке таман Кетиге бұрынғы күйеуі Эд келеді. Олар араларындағы түсініспеушіліктерді талқылауда. Кенеттен Эдтің нөміріне белгісіз бір нөмірден қоңырау түседі. Ол зомбиге айналып кеткендей қолын қызып тұрған қыздырғышқа қояды. Кети дереу оны шынайы әлемге оралтады, бірақ Эд қолын күйдіріп үлгерді. Келесі күні Патриктің палатасына кірген Кети онымен телепатты жолмен сөйлесуге болатынын түсінеді. Жігіт компьютерге текст жаза алады екен. Патрик өзінің бұл қабілетін тек Кетиге көрсететінін, өйткені жалғыз сол ғана мейірімділік пен қамқорлық көрсететінін жеткізеді. Өзінің уайымдарымен дәрігер Брайанмен бөліседі. Брайан өз кезегінде жақындары мен пациенттің өзінің рұқсатынсыз өтетін процедуралар жайлы баяндап, мен саған көмектесетін боламын деп уәде береді. Патрик туралы интернеттен мағлұмат іздеген, бірақ барлығы өшірілген. Келесі сеанста Патрик оған көмектің қажеті жоқ екенін, керісінше мен саған қамқорлық көрсететін боламын дейді. Бұл уақытта дәрігер Брайанның көлігі өздігінен бақылауды жоғалтып, қандайда бір күш оның көлігін құзға қарай құлауына мәжбүрлетеді. Кети мен Уильям Патриктің палатасына шуды естіп жетіп келеді. Сөйтсе дәрігер Патрикті өмірлік маңызды аппараттан суырып тастапты. Кети дереу оған адреналин егеді, жүрегін қайта іске қосу үшін. Мейтрен екеуін бөлмесіне шақырып алғанда, Кети радиодан Брайанның қайтыс болғаны туралы хабарды естіп, бұл жерден кетейін деп шешеді. Бірнеше сағаттан кейін мұнда Жулия есімді адам келіп, сен ешқашан клиникаға оралушы болма деп, оның қолына Патриктің ісін тапсырады.
Жулия Патрикті аппараттан ажыратпақ, алайда жігіт оған менталды әрекет етіп барынша кедергі жасауға тырысуда. Ақыр соңында Жулия қатты тоқтың соққысынан мерт болады. Бәрін ой елегінен өткізе бастаған Кэти Брайан мен Эдпен болған жағдайлар кездейсоқтық емес екенін түсінеді. Ал оның ваннасында әйнектен сөз пайда болады. Патрикке айқайлап береді: "Мен ешқашан сенікі болмаймын" деп. Әйнек сынып кетіп, қатты желдің күшімен сынықтар Кэтиге барып тиеді. Қуанышқа орай бұның алдын Кэти Эдке хабарласып үлгеріпті. Клиникаға келген Эд Уильямсты кездестіреді, бірақ қызды ойын Патрик басқаруда. Эдті асханаға алдап шақырып алған ол оны тоңазытқыш камераға қамап қояды. Клиникаға қайта оралған Кэти ішіндегінің барлығын Патриктің бақылауында екенін көреді. Патриктен Уильямсты босат деп өтінеді. Өз-өзіне келген Уильямс тепе-теңдік ұстай алмай қалып лифтідегі шахтаға құлайды. Ашуланған Кэти Патриктің палатасына барады, бірақ есік жабық. Жігіт онымен телефондағы хаттар арқылы сөйлесуде. Патрик оған өз сезімін білдіруде, бірақ Кэти оған лайықты жауап беру үшін шамадан тыс ашулы. Жігіттің жеке істерімен танысқан Кэти оның тіпті жасөспірім бала кезінде анасы мен оның көңілдесін өлтіріп тастағанын біледі. Енді Патрик қызбен ойнай бастайды. Эд мекеменің бір жерінде жатыр деп. Жертөлеге түсіп ол жерде Мейтреннің мәйітін тауып алады. Және тірі бақаны асықпай жеп отырған дәрігер Рожені. Есік ашылып, дәрігер шығып үлгере алды. Ол шприцті алып оны Патрикке тықпақ. Патрик өзінің күші арқылы дәрігерге шприцті тастауға мәжбүрлеп, кейін оның өзін лақтырып жібереді. Патриктің ықпалында әлі отқан дәрігер өзіне шоковый терапия жасайды. Кэти Эдті тауып алады, бірақ есікті аша алар емес. Оның артынан қалай бұрынғы медбикенің мәйіті тұрып оны тұншықтыра бастағанын көреді. Патрикке хат арқылы қызға таңдау береді: "Егер бұрынғы күйеуіңнің тірі қалғанын қаласаң, менімен қатынас құру керексің" деген. Палатаға жүгірген ол дәрігердің түсіріп алған шприцін көреді. Маякқа қараушының оны қосқан сәтін күтеді. Дәл осы сәтте Патрик сыртқы әлеммен байланысты жоғалтып алып, Кэти жігіттің жүрегіне шприцті тығады. Палатадағы заттар тоқтаусыз айналып, бірнеше минуттан кейін барлығы тынышталады. Күтпеген жерден Патрик орнынан тұрып, қандай да бір күшпен терезеге лақтырылып жіберіледі. Металды қадаға қадалып, ақыры дегенде Патриктің көзі жабылады. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көріңіз келсе, каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.